Жарқыраған қарбыз 9 бөлім. Ингөл Личанға сүйгенді ұнататындығын айтады және де не мені не оны таңда деп айтады. Ал Личан болса оны естіп жоқ деп бетінен бір соғып қалады. Осылай екеуі төбелесіп кетеді. Сонда Личан саған үй тамақ беріп баққанымызға рахметің осы ма дегенде Ингөл қайдағы сен емес сенің әжең бақты ғой. Мен сен үшін бәрін жасадым дейді. Осылайша екеуін төбелесіп жатқан сәтте оларды ажыратамын деп ортаға түскен Сегеннің басындағы бас киімі түсіп қалып, оны бәрі танып қойып қоршап алады. Осылайша шоғырланып шулап тұрған оқушылардың арттарынан оқытушылар келіп қуа бастайды. Сол сәтте физирадан беретін оқытушы Личанды танып қойып, бұл жолы қашып құтыла алмайсың дейді. Ал Сүйген бас киім таба алмай уайымдап тұрғанда бір оқушы оны түртіп жібереді. Ол құлап қала жаздайды, бірақ оны Ингөл құтқарып қалады және де басына бас киімін кигізіп екеуі бірге қашып кетіп бара жаздайды. Ал бұл уақытта Личанды артынан физра ұстазы қуып бара жатқанда оның артынан Чона кеп аяғымен шалып құлатады. Осылайша Личан құтылып қашып кетіп бара жатып рахметін айтып кетіп барады. Солай Чонаның артта қалғанын және де Ингөл мен Сүйгеннің қол ұстасып жүгіріп қашып бара жатқан сәтін көрсетеді. Қашып тығылып тұрған жерде қыз сұрайды, сен неге олай істедің дейді. Ингөл оны түсінбей, нені айтасың, көпшіліктің қасында сен ұнататынды айтқаның ма дейді. Бұл жәбір көрсетудің бір түрі екенін білесің бе дейді. Иә, кешір дейді. Тағы не айтпақшысың дейді. Түсінбей, не ол деп айтады. Сонда сен мені шынымен ұнатасың ба, әлде оны жай ғана айттың ба дейді. Сен мен жай ғана пайдаландың, саған негізі Личан ұнайды ғой, шындығыңды айт дейді. Сонда Ингөл, жоқ, мен саған шынымды айтамын, сен маған ұнайсың, мені сен де ұнатасың деген үміттемін дейді. Сонда қыз түсінбей қарап қалады. Содан Сүйген, сен мені алдап тұрған жоқсың ба, қазір мен сені тексеремін, 3-ке дейін санаймын, тек шындығыңды айт. Сен мені қай уақыттан бері жақсы көріп қалдың, қашаннан бері, қалай, неліктен деп сұрайды. 1, 2, 3 деп санайды. Сонда жігіт, қазір мен қате айтсам немесе тағы басқа айтсам, бұл қыздан бәле қаламын деп, сосын демде ойлап тауып, мен сені бір көргеннен ғашық болып қалдым, сенің осындай сұлулығыңа тәнті болдым дейді. Содан қыз үндемей қалады. Сосын жігіт түсінбейді, бұл шынымен маған сеніп тұрмеген, не ойлап тұрғаны бар екен деп. Осылайша қыз, жарайды, сені бұл жолы кешіремін дейді. Сол сәтте іздеп жүрген оқытушы да келе қалады. Әрі қарай олардың директордың қасында сөйлесіп тұрған сәтін көрсетеді. Директор, сендер не бүлдіріп жүрсіңдер дейді. Ал Сүйгеннің бұл мектепке қалай, қай уақытта неліктен келгендігін білмей, оны сөйлесу үшін кейінге қалдырады. Ал Ингөлге ұрсады, сен не істеп жүрсің, екеуің бір-бірлеріңді танисыңдар ма дейді. Сонда Ингөл иә десе, Сүйген жоқ дейді. Сосын түсінбедің, сендер бір-бірлерін танисыңдар ма деп директор қайта сұрайды. Екеуі бір-біріне қарап, керісінше анаусы иә десе, керісінше біреу жоқ деп басқа айтады. Сосын сендер мені ақымақ қылып отырсыңдар ма деп ұрсады. Әрі қарай Ингөлді шығарып жіберіп, Сүйгенді өзімен сөйлесу үшін алып қалады. Ал Ингөл болса Чонаның қасына келіп, бәрі дұрыс па деп сұрайды. Ал директор болса бөлмесінде Сүйгеннің қалайсың, сен неге келіп қалдың деп сұрайды. Сонда оған Сүйген өтірік айта салады, маған құлағымды емдету керек едім, сол үшін мен Америкадан осында уақытша келдім дейді. Бұл жерде қалай, сен жалғыз өзіңсің ба, анаң хабары бар ма, маған хабарласпады ғой дейді. Сонда бұл жерде менің бір ағатайым туысымыз бар, сол маған қамқоршым болып қарап жүр деп айтады. Анасы түсінікті, бірақ саған сеніңкіремей тұрмын, себебі сенің сөздерің бұрынғы Сүйгенге ұқсамайды дейді. Одан ойланып қалған Сүйген не айтарын білмейді. Сосын қазір мен сені тексеріп көрем, анаңа қоңырау шалып көрейін деп сенбей барып қоңырау шалады. Сол уақытта олар Канадада, сізге жауап бермейді деп айтады. Сөйтіп ойланып тұрады, ешкім жауап бермесе екен деп. Қоңырау шалып сұраса, шынымен де олар отбасымен Канадада демалуға кеткендігін нақтылайды. Әрі қарай, жарайды, онда сосын анаң келгенде сенімен сөйлесеміз дейді. Осылайша директордың кабинетінен шығып келе жатқан Сүйген Ингөл мен Чонаны көріп қалады. Ингөл Чонадан бір рет болсын кешірші, бір-ақ рет, сондағысы бір рет кешірші деп жалынып өтініп келе жатқан сәтін көреді де, оған тағы да ғашық болғандай сезім кешеді. Ал Личан болса достарымен бүгінгі жасаған істері үшін ұстаздарына таяқ жеп отырған сәтін көрсетеді. Әрі қарай олардың караокеда көңіл көтеріп отырған сәттерін көрсетеді. Сол кезде бір досы айтады, егер де Ингөл концертке қатыспайтын болса, мен де қатыспаймын деп айтады. Бір рет болсын кешірші деп жалынған Ингөлге қарамай, Чона өзінің машинасына отырып, оны тастап кетіп қалады. Сол сәтте оның қасына Сүйген жүгіріп келеді. Сен не етсің ба, саған адамның бәрі ұнай бере ме дейді. Сол кезде Ингөл, жоқ, олай емес дейді. Қыз айтады, жарайды, жүр, онда менің артынан саған айтатын әңгімем бар дейді.
ол бармаймын деген кезінде онда мен Личамен кездесуге кетемін дейді. Осылайша оны кафеге ертіп алып келіп, ащы тамақты тағы да заказ беріп алдыртады. Осылайша оған же деп айтады. Не үшін жеуім керекпін дейді. Сен просто жеші дейді. Сонда жігіт сұрайды, қалай жегенімді қалайсың дейді. Қыз түсінбей қалады. Қалай сонда десе, асықпай жейін бе, әлде тез жейін бе? Сен айтқан едің ғой, өмірім осыған байланысты деп. Сондықтан сенің өміріңе кішкене болсын өз көмегімді тигізгім келеді. Сен қалай же деп айтсаң, солай жеймін дейді. Сол кезде қыз қарап қалады. Ары қарай олар сыртқа шығып кетіп бара жатқан сәтін көрсетеді. Сонда Ингель, сен маған қашан жауап бересің дейді. Қыз қандай жауап дегенде, менің сезіміме сен жауап берген жоқсың ғой, сенің маған деген сезімің қандай деп сұрайды. Сонда қыз, бала кезінде маған шибен мен хаскиден туған бір итім бар еді. Сол сияқты сен менің тамақ бергенімді күтетін боласың. Сен сол итке ұқсайсың. Енді мені күт, сол кезде мен саған өзім жауабын айтамын дейді. Оны түсінбей қалған жігіт, бұл мені боқтап тұр ма, әлде итке теңеп тұр ма, не деп тұр, түсінбедім дейді. Мені Шибаски деген несі деп түсінбей қалады. Содан қыздың үйіне келіп ойланып отырған сәтін көрсетеді. Тамақтан басқа жолы жоқ пе еді, тағы қалай анықтасам болады анамның алғашқы махаббатын дейді. Солайша есіне түсіреді. Анасы оған арнап бір жігіттің алғаш рет сол Сиренада айтып бергендігін, осылайша соның алғашқы махаббаты болып қалғандығын айтқанын есіне түсіріп, енді маған кім Сиренада айтып береді алғаш болып, сол анамның алғашқы махаббаты болып саналады деп ойластырады. Содан Ингельдің Чонаның бөлмесіне кіріп келген сәтін көрсетеді. Ал Чона болса оған ұнатпағандықты білдіріп, қолындағы заттарды лақтырып жібереді. Оған мән бермей Ингель үстелдің үстіндегі блокнотты алып ашып қарайды. Бүгін сабақ жасаймыз деген сияқты. Ал ол блокнотта ол жерде Личанды көреді. Яғни Личанмен қалай танысқанын, қалай кездескендігі және де оған қалай ғашық болғандығын жазғанын көрген Ингель таң қалады. Демек анам ең алғаш болып әкеме ғашық болған екен ғой деп солай ойланып қалады. Ал оны көрген Чона жүгіріп келіп қолынан өзінің блокнотын жұлып алып жаман көзбен бір қарайды. Ал Ингель болса оған, сен Личанды жақсы көресің ба дейді. Ал Чона болса оны бөлмесінен қуып шығады. Өтінем, апа, осы бір ғана сұрағыма жауап берші деп осылай сыртта Ингель қалып қояды. Содан Ингельдің бөлмесінде өзі ойланып, демек анам бірінші ғашық болған екен ғой, әкем емес деп, енді бәрін ушықтырып не істеуіме болады, не істесем екен деп ойланып отырған сәтін көрсетеді. Содан оған телефон соғылып, оны ертесіне Личан достарымен күтетіндігі белгілі болады. Әрі қарай ертеңгі күнде, яғни олардың бір жерде кездесіп отырғандығын көрсетеді. Личан айтады, бұлай болғаны жарамас, концертті қалайда өткізуіміз керек, біз сол концерттен кейін сүйген өзі кімді таңдайтынын дейді. Онда менің бір шартым бар дейді Ингель. Екеуміз де сүйгенмен концертке дейін кездеспеуіміз, көріспеуіміз керек дейді. Оған Личан келісе кетеді. Осылайша екеуі келісіп концертке дайындықтарын бастайтын болады. Содан сыртқа шығып бәрі өз жөнімен кете берген кезде Ингель Личанға, әженің жағдайы қалай, бәрі жақсы ма дейді. Личан, жүр өзің барып көр дейді. Осылайша олар әжейдің үйіне келеді. Ингельді көрген әжей иіліп сәлемдеріп амандасып, неге алдын ала ескертпедіңдер келетіндеріңді, мен көп тамақ дайындаған жоқпын ғой дейді. Бірақ бір жағынан өзінің қуанышты екендігін айтады. Осылайша олардың үйге кіріп тамақтанған сәтін көрсетеді. Содан әже Личанды бір жерге жұмсайды. Ол шығып кеткен тәрізді болып, есіктің алдына бірақ әңгімелерін тыңдап тұрады. Содан әже айтады, сен кездестіргелі Личан өзгерді, сабақ оқитын болды, бәрін жақсы жасап, жақсы жағынан өзгерді, жұмысынан шығып, ден сабаққа қойып зейіні ашыла бастады. Бірақ қалай сен кеттің, солай одан өзгерістер пайда бола бастады. Мен оның әкесі сияқты құмар ойындарына салынып, кейде маған ақша сұрап қол көтергенін қаламаймын. Сондықтан сен оған көмектесші, саған байлар ақша беріп, көп ақша беріп қызын дайындатып жатқан шығар. Менде ақша ондай жоқ болса да, мен барымды беремін, өтініш дайындашы, Личанмен айналысшы дейді. Ал Ингель болса, уайымдамаңыз, мен ол жерде ақша үшін жүрген жоқпын, бір шаруаларым бар еді, соны қалай бітіремін, сосын сіздерге ораламын, Личанға міндетті түрде көмектесемін, мен бұл жұмыстардың бәрін Личан үшін жасап жатырмын дейді. Осылайша Ингель үйіне қайтатын болып, Личан оны шығарып салмақшы болады. Сол сәтте екеуі сөйлесіп қалған уақытта, сен шынымен де больницаға жатып қалдың ба деп айтады. Иә, тамақтары дәмді екен дейді. Не болды, тыныштық па дейді.
бәрі жақсы, сен Чонаға рахмет айт дейді. Не үшін десе, ол мені құтқарып қалды. Расында да ол сені құтқарып қалды ма, қалай болды дейді. Мен білмеймін қалай болғанын, маған сүйген солай айтты дейді. Сен Чонаны жақсы танисың ба десе, жоқ, мен оның сүйгеннің құрбысы ретінде ғана білемін, былай жақсы танымаймын дейді. Тек сол мені құтқарып қалған үшін рахмет жеткізсең болды дейді. Сен өзің айтпайсың ба барып десе, жоқ, мен барған едім, мен кіргізбеді, үйде жоқ деп қабылдамады дейді. Сөйтіп сен айта сал дейді. Осылайша кетіп қалады. Ал Ингел болса ойланып, мүмкіндік дәл уақытында пайда болды, анам мен әкемді кездестіріп, ертерек апаттың алдын алуым керекпін деп ойланады. Осылайша Онюдың сүйген болып мектепке баратындығына дайындық жасап жатқан сәтін көрсетеді. Ол өзінің 2023 жылдан көтеріп келген чемоданын, соның ішіндегі заттарды ашып қолданып, мектепке әдемі болып барады. Ал жігіттер болса оның сұлулығына тамсанып, бұрынғыдай артынан жүгіріп жүреді. Содан алдынан сүйгеннің құрбысы жүгіріп шығады. Қайда кетіп бара жатсың, сен келетініңді маған айтпадың ғой дейді. Оню түсінбей қарап қалады. Сен не қылып тұрсың, мені танымай тұрсың ба дейді. Сосын ол есіне алады. Анасымен сөйлескен келіп, өзінің Джоню компаниясының қызы екен деп таныстырғандығын есіне салып, сен осының қызысың ба деп айтады. Иә, енді есіңе түсті ма, әлде бұл сенің қалжыңың ба дейді. Иә, мен жай қалжыңдағаным ғой дейді. Сөйтіп, сен менің жан құрбым болғаныңды білмедім, мен Чона деп жүрсем десе, не дейсің, Чона қайдағы, Чона деп. Содан Ингелдің Чонадан неге ашылысың деп сұрайды. Сенің шаруаң болмасын, мен мазамды алма дегендей жазады. Сосын айтады, мен неге ашулы екеніңді білемін, мен сен үшін бәрін жасаймын, уайымдама, мен әрқашан сенің жағыңда боламын деп жазып орнына тұрып кетіп қалады. Солайына сыныптан шығып келе жатып, сүйгеннің мектепке оралғандығын естеді. Сосын оның уәделескені есіне түсіп, одан қашып кетеді. Ал сүйген болса оны түсінбей, оның артынан қуа жөнеледі. Содан бұл оқиға жайында Личанның досы оған жеткізеді, яғни олар кездесіп жүр деп айтады, саған берген уәдеңде тұрмады деп. Личан оған жынады, орнынан тұрып жүгіріп кетеді. Дайындаламыз деп келіп тұрған бөлмеде ол жерде басқа оқушылар болады. Сосын неге бұл жерде жүрсіңдер деп сұраса, бізге мұғалім осы бөлмені берді дейді. Сосын мұғалімнен барып сұрайды, неге бұлай болды деп. Сендер өз сөздерінде тұрмадыңдар, менен сендердің жақтарын алмаймын, орнымды босат дейді. Ал Личан болса аяғынан жалынып сұрайды, ал оқытушы бәрібір де көнбейді. Содан далада қалған достарының арасында біреуі, мен бір жерді білемін, сол жерге бәріміз жиналайық дейді. Содан далада қоласып жүрген Ингел мен сүйгенді көрсетеді. Бір уақытта сүйген оны ұстап алып, неге менен қашып жүрсің деп сұрайды. Біз Личамен сенімен кездеспейміз деп уәделескен едік дейді. Ол қашанға дейін деп сұрайды. Ол сол фестиваль болғанға дейін дейді. Солай дейсің ба? Ондай болса, ол ойынды мен басқаратынымды ұмытпа. Яғни доп менің қолымда. Мен кімге допты беремін, соны өзім шешемін дейді. Осылайша кетіп қалады. Содан Ингел үшін бір жамандықты сезіп тұр деп қалып қояды. Содан оған хабарласып, Маджо деген достары хабарласып, олардың жаңа орын тапқандығын, олардың топтың мүшелерінің басқа ешкім білмейтіндігін хабар беріп айтады. Ал Ингел болса дереу Чонаға барып, оған қазір саған бірдеңе көрсетемін, ол саған ұнайтынына сенімдімін деп оны ертіп алып кетеді. Осылай олар жетіп келген кезде Сүйген мен Личанның сөйлесіп отырған сәттің куәсі болып қалады. Олар әңгімелесіп отырған кезінде Личан, менің немді, талантымды көрдің ғой, иә, жақында мен саған арнап серенада айтып беремін дейді. Сүйген болса ыңғайсызданып, Ингелдің келгенін көріп пайдаланып, сен де осындасың ба, келдің ба дейді. Сосын Личан да, келдің ба дейді. Сөйтіп екеуі бір-біріне қарап, сен айтқан сөзіңде тұрмадың ғой дейді. Бұл жерде не істеп жүр Сүйген дейді. Қазір мен саған түсіндіремін дейді. Сүйген болса жүгіріп келіп, Чонамен ымтілмен амандасып, содан сөйлесе бастайды. Оны көрген достары Сүйген ымтілін біледі ме деп, Чонаның өзде бұл ымтілмен сөйлеп жатыр ма деп таңғалып қалады. Ал Ингел мен Личан сыртқа сөйлесуге шығып кеткен болатындығын, олар сен екеуің сен бұздың деп таласып тұрады уәделескенді. Сосын Личан айтады, мен оны алып келген себебім, ол өте жақсы фотоға түсіреді, ол біздің фотографымыз болады дейді. Ал Ингел болса, ал сен Чонаның қандай екенін білесің бе, ол әдемі суреттер салады, бізге қандай киім киюді таңдастырып бере алады, өте қабілетті қыз дейді. Сүйген ымтілмен Чонаға бірдеңелер айтып отырғанда қасындағы достары, сен ымтілін білесің бе деп сұрайды. Ол болса, жоқ, азғантай ғана білемін дейді. Сол сәтте Ингел келіп Сүйгеннің қолынан тартып алып кетеді, саған айтатын әңгімем бар деп. Ал Чона болса Личанмен қалып қояды, себебі достары тағы да кейін кездесеміз деп бәрі шығып кеткен болатын. Содан Личан не істерін білмей Чонамен қалып, сонымен ымтілмен сөйлесе бастайды. Ал Ингел мен Сүйген болса, екеуі бір жаққа баратындығын айтады. Яғни сен қалай суретке әдемі түсіретінін тексергім келеді. Личанның айтқан сөздері рас па екен, менімен жүр деп оны алып кетеді. Олар Сүйгеннің мотоцикліне отырып кетеді. Ал Личан болса,
Чонадан кешірім сұрап, ым тілімен кешір, өткен жолы сенен кешірім сұрамадым, маған көмектескенің үшін, мені құтқарғаның үшін кешір деп ым тілімен сөйлейді. Ал Чона болса түсінбей отырады, бұл да ым-ишара тілін біледі екен ғой деп. Ал Ингел болса әкесі мен анасының ұзақ уақыт бірге болғанын қалап, әдейі Сүйгенді алысқа мотоциклмен алып кетеді. Осылайша кетіп бара жатып, бензиндері бітіп қалып, жарты жолда қалып қояды. Ал Личан Чонаның әдемі сурет салатындығын тексеріп, блокнотын қарап отырып, бәрі керемет деп отырып, өзінің суретін көріп қалады. Оны байқаған қыз дереу қолынан жұлып алып қояды. Ал Личан болса Чонаға түсінбей қарап қалады. Әрі қарай күн батып, кешке қалып қойған, айдалада қалып қойған Сүйген мен Ингелді көрсетеді. Ингел өзінің үстіндегі костюмін шешіп, Сүйгенге кигізіп қояды, тоң қалмасын деп. Сосын олар екеуі әңгімелесіп отырады. Сен мен шынымен де ұнатасың ба дейді. Иә, әрине ұнайсың дейді. Ал сен ше дейді. Мен айтпаймын саған әзірге деп қыз айтады. Сосын сен доп сияқты қалаған адамға допты берем деген едің ғой, сол фестивальға дейін. Сен қазірден маған допты берсең қайтеді дейді. Түсінбедім дейді қыз. Сен маған допты алдын ала беретін болсаң, мені таңдасаң, мен сол доп маған тигенде ауыр болса да мен бәріне шыдайтын едім, сен үшін бәрін жасайтын едім дейді. Солай қыз түсінбей қарап қалады. Сосын айтады, маған онда ән айтып берші деп. Сосын жігіт оған арнап серенада айтып береді. Қыз оны көз алдына оны гитарамен ойнап отырғандай елестетеді. Ал негізінде Ингел гитарасы жай ғана отырып ән айтып отқан еді. Содан Ингел ішінен 1995 жылдың көктемінде тек әкем мен анам ғана емес, мен де 18 жаста екенім есіме түсті дейді. Осылайша Ингел Онюдың, яғни Сүйгеннің ерінен сүйген сәтін көрсетеді. Осымен 9-шы бөлім аяқталады. Келесі бөлімдерді көру үшін каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.